Саламатсыздар ма? Сіздердің назарларыңызға құрылыс материалдар өнеркәсібінің экономикасы пәнінен келесі тақырыбымызды қарастырамыз. Бүгінгі қарастыратын тақырып саланың қазіргі жағдайы және жоғары қосылған құны бар құрылыс материалдары өндірісін қалыптастыру жөнінде мемлекеттік саясат. Осы тақырыпты ашу үшін келесі сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші, негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштер бойынша саланың сипаттамасы. Екінші, бәсекеге қабілетті өнімді шығаруда негізгі салалық кедергілері. Үшінші, 2025 жылға дейін Қазақстан Республикасында құрылыс материалдар өндірісін дамытудың мақсатты индикаторларын және экономиканы әртараптандыруды жеделдету. Төртінші, жоғары қосылған құны бар бәсекеге қабілетті құрылыс материалдарының жаңа түрлерін өндіруді игере отырып, саланы дамытудың басымдықтары. Бірінші сұрақты қарастырайық. Жаңа айтып өткендей, негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштер бойынша саланың сипаттамасы, құрылыс саласының сипаттамасы. Бірінші көрсеткіш жалпы ішкі өнімдегі құрылыстың үлесі. Соңғы 5 жылда алып қарайтын болсақ, 2018 жыл мен 2014 жылдар аралығы. 2018 жылы 5,3% құраған. Негізгі құрал жабдықтарды пайдалануға беру нақты қолданыста болған бағада 21-де 798-269 миллион теңге. Бұдан қарайтын болсақ, жылдан жылға өсімді көруге болады. Орындалған құрылыс жұмыстарын көлемі нақты қолданыста болған бағада 3-те 862-995. Өткен жылға пайызбен 104,6% құраған. Құрылыс ұйымдарының саны жылдан жылға қарап отырсақ, өскенін көруге болады. 2018 жылы 7654 бірлікті құраған. Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың жалпы алаңы 12521 мың шаршы метрді көрсетіп отыр. Өткен жылға пайызбен қарайтын болсақ, 112,1% өскенін көруге болады. Оның ішінде жеке құрылыс салушылармен қанша екен және өткен жылға пайызбен 136% құрағанын көруге болады. Негізгі құрал жабдықтарды жаңарту коэффициенті 19,2% құраған 2018 жылы. Ал негізгі құрал жабдықтарды жою коэффициенті, ол дегеніміз ескі, негізгі құрал жабдықтардан біз жаңағы жою коэффициенті 7,9% көрсетіп отыр. Келесі сұраққа келетін болсақ, бәсекеге қабілетті өнімді шығаруда негізгі салалық кедергілер. Секторда түйінді кедергілер. Бірінші, құрылыс материалдарын өндірудің заманауи технологиялың жеткіліксіз дамуы, қосылған құны жоғары құрылыс материалдары үлесінің төмен болуы, құрылыс ғылымын дамытуға және инновациялық құрылыс материалдарын жасауға қаражаттың жеткіліксіз бөлінуі, өздерінің технологиялық көшбасшылығына байланысты шетелдік құрылыс материалдарын өндірушілер тарапына ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекелестікті күшейту, дамыған елдермен салыстырғанда еңбек өнімділігінің төмен болуы, негізгі құралдар тозуының салыстырмалы түрде жоғары болуы, құрылыс материалдары өндірісінің жоғары энергияны көп қажет ететін, құрылыс материалдарын Европалық одақтың нормалары мен стандарттарына сәйкестігі тұрғысынан сертификаттау үшін аккредиттелген сынақ зертханаларының болмауы, бұл 2015-2020 жылдар аралығында құрылыс нормалары мен қағидаларының Еурокодтарға біртіндеп көшуіне байланысты. Жүк тасымалдауға арналған тарифтердің және шикізат пен энергия ресурстары бағасының өсуі, тиісті біліктілікті бар кадрлардың жетіспеуі. Келесі сұрақты қарастыратын болсақ, 2025 жылға дейін Қазақстан Республикасында құрылыс материалдар өндірісін дамытудың мақсатты индикаторлары. Негізі мақсаты не? Қазақстан Республикасында құрылыс индустриясын индустриялық инновациялық дамытуды, құрылыс материалдарының орнықты және теңгерімді өндірісін қамтамасыз ету. Ал міндеттер қандай? Отандық құрылыс материалдарының үлесін 80%-дан астамға ұлғайту, цемент өндірісінің 50%-дан астамын құрғақ тәсілге көшіре отырып, үзіліссіз қалыпсыз қалыптау желісінде темір бетон бұйымдары мен конструкцияларының 30%-дан астамын өндірумен, өнімнің 30%-дан астамын жаңа буын технологиялық жабдығында шығара отырып, құрылыс индустриясы және құрылыс материалдары кәсіпорындарының технологиялық деңгейін арттыру, халықаралық стандарттар мен үйлесілушілік деңгейін 90%-ға дейін жеткізе отырып,
құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау және Қазақстан Республикасын аумақтық ұйымдастырудың бас схемасын және мемлекеттік қала құрылысы кадастрын әзірлей отыруға аумақтық жоспарлауды жетілдіру және қала құрылысын дамыту, мемлекеттік инвестицияның қатысуымен құрылыстағы сметалық баға белгілеу жүйесін жетілдіру. Ал индикаторларға келетін болсақ, жалпы қосылған құнның нақты мәнде кемінде 1,4 есе өсуі, жұмыспен қамтудың 7,7 мың адамға өсуі, еңбек өнімділігінің нақты мәнде 1,2 есе өсуі, шикізат емес экспорттың құндық көлемінің кемінде 1,2 есе өсуі. Саланы дамыту басымдықтары ол құрылыс материалдарын өндіру қызметінің басым түрлері ол ағаштан құрылыс материалдарын өндіру, пластмасса құрылыс материалдарын өндіру, өзге металл емес минералды өнімді өндіру болып айқындалған. Төртінші сұраққа кеп тоқталатын болсақ, жоғары қосылған құны бар құрылыс материалдарын өндірісін құру ол халықаралық трансұлттық компания тартуды көздейді. Қазақстанда жұмыс істейтін Global 2000 тізіміне енетін ірі компаниялар германиялық, швейцариялық және Chevron компаниясы. Оның ішінде қарап отырсақ, Global 2000 тізіміне енбейтін ірі ғаламдық компаниялар қатарында Қазақстанда гипстен құрылыс материалдарын шығаратын Knauf германиялық компаниясы. Оның ішінде француз цемент компаниясы жұмыс істейді. Қазақстанда полимерлердің жеке өндірісін іске қосқаннан кейін полимерлі және композитті әрлеу материалдарын өндіру мен сатуға мамандандырылған Оңтүстік Корея компаниясы ол да белгілі бір қызығушылық тудыруы мүмкін. Және де ірі ресейлік компаниялардың ішінен Қазақстанда Арыстан, Степногорск құбыр зауытымен ұсынылған өкілдігімен Полипластик компаниясы қатысады. Енді мына кестеде қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасында құрылыс материалдарының импорты көрсетілген, керамикалық тақтай екі өлшем бірлікте көрсетіліп отыр. Соңғы осы кезеңдегі мәліметтер бұл 155 мың, 101 мың доллар болса, ол тоннада 293 мың 331. Бұл макро өңірдің импорттық сыйымдылығы ол да 1000 доллармен және тоннамен көрсетіліп отыр. Бұл жерде отқа төзімді кірпіштер, табақты шыны, жылу оқшаулау материалдары, мәрмәр, травертин, жабын бетон материалдары және икемді жабынғыш, сантех керамика, шыны, ыдыстары келтірілген. Қазақстанға импортталатын бірқатар материалдар бойынша меншікті өндірісті ұйымдастырудың перспективалық мүмкіндіктері бар. Қызылорда облысында қуаты шамамен жылына 197 мың тоннан құрайтын табақ шыны өндіру жөніндегі зауыт салынатын болады. Түркістан облысында жалпы қуаты 20 мың тонна травертиннің бірнеше өндірісін құру жоспарлануда. Жамбыл облысында құрғақ құрылыс қоспаларының екі өндірісі кеңейтілетін болады. Басым тауарлар тізбесіне Қазақстанда да сол сияқты макроөнер елдерінде де олар бойынша импорттың жоғары көлемі байқалатын құрылыс материалдары енгізілген. Ол табақты шыны, травертин, керамикалық тақтай, отқа төзімді материалдар және сантех керамика. Бұл жерде сантех керамика, кафель, керамогранит өндіру үшін қазіргі уақытта технологиялық тізбектегі маңызды буын ол саздардың өңдеу кен орындардағы өңдеу және байыту бойынша саз байыту өндірісі жоқ. Осыған байланысты кафель, керамогранит өндіру жөніндегі кәсіпорын қуаттары жете жүктелмеген және сантех керамикалық бұйымдардың өндірісін бастау мүмкін емес. Саз байыту өндірісін құруға инвесторлар тарту мәселесін негізі бізге осы пысықтауымыз қажет. Табақты шыны өндірісі үшін де кварцты құмды байыту бойынша өндіріс құру қажеттілігі туындайды. Сондай-ақ басым тауарлар мынадай ретро-материалдар да болуы мүмкін. Керамзит, пена шыны, көбіктенген вермикулит, пемза, сондай-ақ көп құрауышты тұтқыр өндірісі. 2020-25 жылдар кезеңінде құрылыс материалдары өндірісін дамытудағы мемлекеттік саясат табақты шыны өндірісі бойынша басым бағыттарды іске асыруға
цемент, құрғақ құрылыс қоспалары, табиғи тас өндіретін және басқа да жобаларды жасауға және жаңғыртуға бағытталатын болады. Негізі бүгінгі қарастырған тақырыпта біз құрылыс саласының негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштерін қарастырдық соңғы 5 жылда, және де 2020-2025 жылға Қазақстан Республикасының индустрия инновациялық дамыту мемлекеттік бағдарламасындағы құрылыс саласын қалай дамыту керектігі, қандай басым бағыттары бар екен, оның индикаторлары және мақсаты мен міндеттерін қарастырдық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.